Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен рассольник деп аталатын суп дайындайтын боламыз. Алдымен етімізді жақсылап жуып, суға қайнатамыз. Қайнағаннан кейін бетіндегі көпіктерін алып, жақсылап тазартып аламыз. Содан соң тұзымызды салып, жақсылап жуылған арпамызды етпен бірге 2-3 сағаттай қайнатып алатын боламыз. Ыдысымызға сұйық майымызды, жуамызды салып, жақсылап жуамыз қызарғанша қуырып аламыз. Содан соң теркадан өткізілген сәбізімізді салып, 2-3 минуттай тағы да қуырып аламыз. Енді маринадталған қиярымызды турап, оның үстіне қызанақ пастасын салып, жақсылап араластырып, үстіне маринадталған қиярдың суын құятын боламыз. Қазанымыздан етімізді алып, сорпамыздың ішін жақсылап сүзгімен тазартып аламыз. Содан кейін туралған картошкамызды және де етімізді турап салып, тағы да қайнатып аламыз. Қайнап жатырған қазанымызға қуырылған сәбіздерімізді салып, араластырып, қайнағаннан кейін астын жай отқа қойып, 10 минуттай тағы да пісіріп аламыз. Осымен біздің суп дайын болды. Мен кесеге құйып жатырған видеом түспей қалған. Ішіне қаймақ салып ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.